Біз қазір Қазылыдамыз. Осы жақтың кітапханасында шамалы контенттерге келдік. The top one, baby, you got one half. Get me high, get me louder, dim all the power. I want too much, too much. That's sure to get me high. To cuddle what I'm feeling while you decide. 'Cause baby, you're also mine. They've been on my heels. I just need to know that if I pull up, you can be there 'cause you're talking real, real. And I don't wanna wonder if you do inside. Do you feel just? I don't trust nobody, but the body keep on calling me. Got me roaming through the center streets, thinking you're ready for love. Think you're ready, yeah, I'm ready for love. Think you're ready, thinking I'm ready for love. I might be ready for it.
Үйге келдік. Қазір менде сабақ басталады. Қазір бізде ағылшын сабағы басталады. Содан үзінді түсіремін. Бізде қазір сабақтардың барлығы онлайн болып жатыр. Келесі аптадан бастап аралас форматқа көшеміз, яғни комбинированный форматқа. Семинарлар офлайн болады, яғни барамыз, ал лекциялар көп адам жиналмас үшін онлайн болады. Қазір бізде ағылшын сабағы, ол жерде бізде 20 шақты адам бар, солар өтеміз. Біздің мамандығымызға қатысы жоқ адамдар да бар. Әр жерден алып, деңгей бойынша ағылшын сабағы өтіледі. Бұл жердегі менің деңгейім A2, яғни pre-intermediate, бірақ бұл жерде біз бизнес туралы, ақша туралы, сондай тақырыптар өтеміз. Достар, фильм деген секілді тақырыптар емес, курстарда өтетін тақырыптар емес. Біздің мамандығымызға байланысты сондай шамалы күрделенген тақырыптарымды қозғайтын боламыз. Мен басында ойлағанмын, деңгейімді алмастырсам қайтеді деп, бірақтан бұл жақта A2 болғанның өзінде де қиын тақырыптар қозғалады, сондықтан да осы деңгейде қалып дайындала берейін дедім. Бұл жақта да экзамендер болады, бағаланады, сол үшін жақсы оқу қажет. Қазір осыдан кейін бізде офис час деген болады. Ол қосымша сабақ деп айтса да болады. Қазір бізде семинардың офис часы болады, ол жерде біз алдыңғы болған тесттегі, яғни квиздегі сұрақтарды талдайтын боламыз. Келесі аптадан бастап офлайн форматқа жаймен деп көшеміз. Қатып қалып жүрмін. Қалай болады екен, бірақтан қорқасың бір жағынан көп адамның алдында. Бірақтан бір жағынан қуанасың, сол жаққа барып оқисың. Қазір бізде сабақ басталады. 3 минут қалды, осыдан содан кейін сабақ басталады. Одан кейін мен 1-ден 5-те сабаққа баруым керекпін. Қазір сағат 3-тен 4-ке дейін тағы бір сабақ болады. 4-тен 5-ке дейін сабақ болады. Мен сосын 5-те ағылшын басталады. Маған үй жұмыстарын да жасау керек, сондай тығыз күн.